Қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге осындай хош иісті, қанық түсті, витаминге бай, барлық пайдалыны бойында сақтайтын, қайнатпай-ақ малинадан варенье дайындайтын боламыз. Менің бау-бақшамда малина өседі, өзім теріп, малинадан варенье дайындайтын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Мінекей бізге керегі малина, құмшекер және қалауыңызша лимон қосуға болады. 1 кг малинаға 1 кг құмшекер қосылады. Лимон қоссаңыз өте дәмді және де хош иісті болады. Мінекей малинамызды жақсылап жуып, тазалап аламыз. Лимонды да жақсылап жуып, бөліктерге бөліп, дәннен ажыратып, еттартқыштан өткіземіз. Малинамызға құмшекерді салып, біркелкі болғанша араластырамыз. Оның үстіне еттартқыштан өткізілген лимонымызды қосамыз. Лимон өте дәмді қылады бұл вареньені. Және де араластырып 2 сағатқа қойып қоямыз, құмшекері ерігенше. Міне достар, біздің қанық түсті, хош иісті вареньеміз дайын болды. Бұл вареньені пластик ыдыстарға құйып, морозильникте сақтаймыз. Және де холодильникке салып, балғын күйінде жеуге болады. Ас болсын!